Астана мюзикл театрында гример болғандықтан Шоқан Уәлихановтың образын жасап жатырмыз. Себебі неге ол образ десеңіздер, осы отырған актер жігіт бет келбеті жақсы келіп тұрды. Біз енді гримерлар ондай нәрселерге мән береміз ғой. Адамның анатомиясы, бет пішіні келу керек сол образдарға. Мажан сияқты, Шоқан сияқты азаматтар біздің қазақ қоғамында қазір бар ма? Қазіргі заманда ондай адамдар жоқ қой енді. Жоқ? Иә. Неге? Қазір енді көбісі депутат болғысы келеді. Сондай заман болып кетті ғой. Енді бұрынғы тұлғаларымыз қазақ жері үшін шынайы жаңағыда адал өзінің ниеттерімен күрескен ғой. Енді қазіргі заманда ондай адамдар аз деп ойлаймын же, мен өзім жағдайын ойлап тұрады. Жағдайын жасап алғандар шетелге кетіп қалып жатады деген секілді ғой. Көбісінің ойлары сол, Қазақстанды дамытамын, Қазақстанға осындай үлесімді қосамын, мынандай нәрселерді үлкен-үлкен заводтар нағыз керек, осындай бірдемелерді ашамын деген ондай адамдар аз секілді меніңше. Осы жерге отыра берейін ба? Есмағамбетов Айдос, Әкімғалиұлы. Арқалық қаласы, Қайынды ауылының тумасымын. Әкем де, анам да екеуі де сурет салады. Ол кісілерден жалпы қан арқылы келіп тұруға десем болады. Отбасымызда біз 6 баламыз, барлығымыз сол өнерге жақынбыз. Сол мен кішкентай кезімнен бастап сурет салып, институтқа түсіп, худограф мамандығын бітіріп, сол мен тек қана айналыстым. Мен қазір енді гиперреалист бағытымен айналысып жүрмін ғой. Сол жанрменен. Сол айналысар алдында ең бірінші сол осы этаптардан барлығын өтіп шығып, сосын барып қана ол сондай қадамға баруға болады да, себебі адам живописте карандашпен сурет салу, майлы бояумен сурет салу, және мүсінмен жаңағыдай лепить етіп, барлығын жасап, соның барлығын өтіп шығу керек. Жалпы адамның анатомиясын сезіне біліп, жаңағыдай зерттеп, бүкіл технологияны меңгеріп алып, сосын барып, сол технологиялар жаңағыдай шынайы осындай гиперреалистік мүсіндер жасаған кезде көмектеседі. Примерно осындай музыкалар ғой. Маған осындай музыка сөзсіз, сондай өлеңдер, композиторлардың, мысалы, Джеймс Хорнер, Хан Зиммерлардың произведениялары көп ұнайды. Себебі осындай музыкалармен шабыттанамын да мен. Қосып қойып, бір ойлар, мүсін жасап атасың, қолың бір нәрсе, қолың мүсінге жүгіріп атады, ойың басқа бір әлемде жүріп жаңағындай, біраз ойларыңды түйіндеп, толықтырып аласың. Не бір идеялар келеді да сол кезде еще. Барлығымыз осы жер шарында тұрамыз ғой. Бір планетада өмір сүргеннен кейін, неге Американың өнері алға шығу керек? Неге олар кинолары мықты болу керек? Мүсіншілері мықты, суретшілері мықты болу керек? Неге біз олардан әрдайым қайталаған секілді көшіріп жасауымыз керек? 2008 жылдары Барак Обама президент болып сайланғанда, московая фигура мадам Тюссоның ішінде Барак Обаманың мүсіні пайда болыпты, осылай деп. Шет мемлекеттің адамдары өздерінің президенттерін бірденен жасап шығарып, сөйтіп қойып жатады. Сосын тұрып, олар неге осындай мүсіндер жасайды? Біз неге жасамасқа Қазақстанда деген секілді ой келді. Сосын біз де өзіміздің президентімізді құрметтеуіміз керек, жасап шығаруымыз керек. Дедім де, мен сразу бірден кірсе кетіп, жасап шығарып, сөйтіп шыққан дүние. Көбісі ойлау мүмкін,
ой тез жасай салады ол жаңағыдай кукла секілді деген секілді. Бағасы мысалға айтып жатсаң бағасы неге қымбат болады деп мен айтамын, енді ол жұмыстың қиындығына байланысты, ол жарты жылдан бір жылға дейін жасалынатын дүние ғой. Мысалға мадам Тюссо мұражайларында шет мемлекеттерде оларда бір 20 шақты 15 шақты командамен жұмыс жасап жатады. Шашын бір бөлек адам бір-бірден жаңағыдай қадап, шашының стрижкасын жасап дайындап жатады. Біреусі көзін дайындап жатады, екіншісі лепкасын жасап жатады. Достарым шетелге барып жүргенмен біз өзімізде бардық қой. Сол кезде мен мадам Тюссода болдым. Сен мүсіндеріне қарағанда сен кәдімгідей айырмашылығын сезіп тұрмын. Олардікі онша емес екен, деп сонда айтып жатады. Сенікін барынша жақындап қарасаң, ол бүкіл детальдары барлығы көрінеді дейді. Мадам Тюссодағы реалистичный мүсіндерді жақындап қарасаң, ол уже өтірік екен кукла секілді көрініп қалады. Бізде шыны керек енді сурет мамандығы осы қолөнерге онша қатты назар аударылмаған ел болып тұрмыз да, қатты қолдау көрсетіп деген секілді. Жаңағы қолөнердің жұмыстарын көрген кезде жаңағы орысша айтқанда вау, шедевр деп айтатындай мемлекет болмай тұрмыз да. Өйткені енді оған біраз уақыт керек секілді, әлі көп жылдар керек секілді. Қазақстан мемлекетіне шынымен де жанын ашитын, көтеретін адам болса, сол батыр деп есептеуге болады. Ондай адам бар ма қазір? Ойланып көрейік десе. Жеке арманым осы Қазақстанда осы бастаған өнерімді дамытып, көрсетіп, шәкірттерімді көбейтіп, осындай музей ашылып, шет мемлекеттерге көптеген персональный көрмелерімді шығарып көрсетсем, сол кезде менің арманым орындалады деп есептеймін.